бәріне сәлем. Осындай посттарды қалай жасайтынын көрсететін боламын. Ең бірінші Instagram форматындағы фреймді создавать етеміз. Сосын фреймізді қалаған түсімізге пипеткамен алып бояймыз. Ендеше қалған суретімізді фреймнің ішіне салып қоямыз. Енді екінші суретті алып, біздің основной суретіміздің артына қоямыз. Енді осы суреттің наложениесін текстура ретінде өзгертеміз. Суреттің прозрачностін 20%-ке өзгертеміз. Енді оюды осы файлдан аламыз. Бұл Figma комьюнитиіне ою деп жазсаңыз шығады. Қалаған оюымызды таңдап, оны Ctrl+S деп басып, копировать етіп аламыз. Қойғаннан кейін тағы да копировать етіп аламыз. Кейін детач батырмасын басамыз. Енді қалаған түсімізге бояп, және оның қалыңдығын өзгертеміз. Енді объектінің пропорциясын сақтап, Shift-ті басып тұрып, бұны артқа қарай тартамыз. Енді бұның прозрачностін 20%-ке өзгертеміз. Бұны копировать етіп алып, оны 90 градусқа бұрамыз. Енді екі текстімізді выделять етіп, оны контейнерге автолейаутқа саламыз. Осымен бірінші пост дайын. Енді екінші постты дайындаймыз. Және осы фреймнің рамкасын қосамыз. Енді фигура құралын таңдап, тіктөртбұрыш қоямыз. Енді объекті мен тексті бірге выделять етіп, оны автолейаут деген контейнерге Shift-аны басып тұрып саламыз. Біздің текстіміз ақ түстен болғандықтан, оның астына осындай фигурадан қараңғы қылып тұратын тень жасаймыз. Енді екінші текстімізді алып, оны бұрышымызға қоямыз. Енді осы текстқа рамка қосу үшін, оны Shift-A арқылы автолейаутты қосамыз.
енді осымен біздің бұл сырлар дайын. Сіздерге көп-көп рахмет.